Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін люля кебапты духовкада жасаудың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ағаштарымды люля кебапқа арналған суық суға салып мұздатып қойдым, духовкаға салғанда жанып кетпес үшін. Одан кейін мен 1 килограмм фарш қолдандым. Жарты кило майлы фарш, жарты кило майсыз фарш қолдандым. Одан кейін 1 ас қасық тұзымды, 1 шай қасық зирамды және 1 ас қасық қара бұршымды салып, фаршымды жақсылап барлығын араластырып алдым. Фаршым дайын болған соң, қолымды суға сала отырып, котлеттер жасай бастадым. 1 килограмм фарштан менде 14 котлеттей шықты. Противенге фольгамызды салып, сұйық май жағып шығамыз. Манағы суға салып қойған шпажка ағаштарымызды алып, люля кебаптарымызды формасына келтіріп, барлығын жақсылап жасап шығамыз. Осылай барлығын әдемілеп қойып, қызып тұрған пешке 180 градуста 35 минутта пісіреміз. Беті қызарып, жақсы болып жатқан кезде уже 35 минуттан кейін алып тастаңыз. Одан кейін ұзақ қалса, люля кебаптарыңыз іші құрғақ сондай болып қалады. Ал уақытында алсаңыз, сочный күшті болып шығады. Дайын болған люля кебаптарыңызды лаваштың үстіне қойып, әртүрлі көкөністермен әрлеп, сәндеп, ұсына берсеңіздер болады. Бір жасағаннан өте жақсы шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, менің каналыма жазылып кетіңіздер.